Армысыздар достар, мына біздің YouTube каналға қош келдіңіз. Өзім таныстырып кетсем, біздің оқырмандарымыздың арасында жаңадан келіп жатқан оқырмандар болса, менің аты жөнім Олжас Иманғалиұлы. 11 жылдық тәжірибесі бар уролог, андрологпын. Өзім осы практика жөнінде әртүрлі патологиялардың тақырыптардың басын қозғап жүрміз. Соған байланысты бүгін сіздерге тағы да бір тақырыпты қозғап кетпекшімін. Олай болса, бүгінгі тақырыбымыз мынау жеңіл жүрісті қыздардан қандай ауру жұғуы мүмкін. Осы тақырыпты қозғаймыз. Енді болмаса жаймайын қыздардан қандай ауру жұғуы мүмкін дейміз. Былай айтқан болсақ, осы көп жағдайларда жыныстық жолмен берілетін аурулардың көбісін осы қыз балалы тасымалдаушы болып жүреді дейді. Арасында енді оның 100% қыз балаларын тасымалдау болмауы мүмкін. Арасында ер балалардың арасында тасымалдап жатады. Осыған тоқталып кетейік. Ал енді қандай да жыныстық аурулардың ішінде мысалы бірінші болуы мүмкін, яғни СПИД, яғни ВИЧ ауруы. Екінші болуы мүмкін гепатит ауруы. Үшінші болуы мүмкін жыныстық аурулар, яғни оның ішінде хламидия, трихомониаз, гонорея, микоплазма, грибок дейміз, герпес дейміз, цитомегаловирус дейміз, кандидоз дейміз. Сол сияқты аурулардың көбісі осы жыныстық жолмен беріледі. Біріншісі бұл берілу жолдары, жыныстық жол. Екінші көкжалықтар берілуі мүмкін. Мынау алдыңғы роликтерде шығарған болатынымыз біздің, яғни боди массаждан кейін көп жігіттердің арасында осы грибок пайда болды. Яғни мынау кандидомикоз дейміз, микоз ауруы осы терілердің зақымдануына байланысты кожа арқылы жұққан. Ол бірден емес бірнеше жігіттерді кездестірдік, қабылдауда болды, көрдік, әрине дерматологқа жіберетін дерматологқа жібердік, емдейтін емдедік. Әрине одан басқа да сифилис аурулары байқалуы мүмкін. Өйткені мысалы біреудің клиникасы білінеді, біреуде білінбеуі мүмкін. Оның әрине біз тексеру өткізуіміз керек. Негізі біздің жалпы Қазақстан Республикасының мысалы заң бойынша мысалы әрбір ер адам өзінің тіркелген жергілікті емханасынан жылына кем дегенде бір рет тексеруден өту керек. Ол не? Бірінші өкпесін тексеру, өйткені туберкулез ауруының алдын алу мақсатында, басқа да аурулардың алдын алу мақсатында. Әрине біз онкология тексеріп отырады, мысалы жас үлкен кісілерде рак ауруының мысалы білінбей қалуы мүмкін. Соған байланысты мынау әрбір организацияда мынау медосмотр өткізеді. Не үшін? Осы аурулардың алдын алу үшін. Енді оны қоя тұрайық, біздің бүгінгі тақырыпқа оралсақ, көп жағдайларда қандай инфекциялардың қандай қаупі бар. Әрине алғашқысын аты жаман ВИЧ инфекциясының қандай қаупі болуы мүмкін. Адамдағы иммундық статустың, иммундық жүйенің ауру болғандықтан бұл клеткадағы CD4 клеткасының азада төмендеуіне әкелуі мүмкін. Әрине бұлар өмір сүреді, ВИЧ ауруымен ауырған кісілер мысалы, ол әйел кісі болуы мүмкін, ол ер адам болуы мүмкін. Бұлардың ағзадағы иммундық статусы жыл сайын төмендей беретін болса, әрине оның артынан өлімге апаруы мүмкін. Екінші жағдай, сифилис ауруы емделе ме? Әрине ол егер уақытылы табылатын болса, анықталатын болса, ол емделеді. Кейбір сифилистің бозғыл трипанема дейміз қоздырғышы, бұл созылмалы түрге өтіп кетуі мүмкін. Ол мысалы ағзада жүруі мүмкін, мысалы білмеуі мүмкін, бір жерде көрсетіп анализді, бір жерде көрсетпей қалып жатады. Екінші одан кейінгі аурулардың бірі, яғни гепатит. Әрине гепатиттің бала кездегі Боткин ауру болады, мысалы білеміз. Одан кейін БЦ түрлері бар. Ол яғни ауыр түрлері болуы мүмкін. Бұл бауырға әсер етуі мүмкін. Бауырдың мысалы ауру көп жағдайда білмей жатады. Әрине уақытылы диагноз жасайтын болса, уақытылы табылатын болса, бұл ауруды да емдеуге болады әрине. Енді келесі аурудың қатары бұлар әрине жыныстық аурулар. Жиі кездесетін жағдайлар кең таралған аурулардың бірі, яғни гонорея. Гонорея, несері гонорея қоздырғыш болып табылады. Одан кейін хламидия, одан кейін трихомониаз, одан кейін кандида дейміз, одан кейін мынау герпес аурулары, сонымен қатар тағы да микоплазма деп бөлінеді мысалы. Оның көпшілігі осы ең алдымен зақымдайтын жері негізінен бұл аурулардың қуық жолдары екен, зәр жолдар. Әйел кісінің ағзасына түсетін болса, бұл қуықтағы цистит ауруына әкелуі мүмкін, пиелонефрит ауруына әкелуі мүмкін, болмаса жатырдың әртүрлі турбалардың ауруына әкелуі мүмкін. Ал енді ер адамның бойына түсетін болса, бұл аурулар неге әкелуі мүмкін? Бірінші уретрит, екінші простатит әкелуі мүмкін, үшінші визикулит, төртінші орхоэпидемит ауруларына әкелуі мүмкін. Оның түсу себебіне байланысты біреулерде симптом бірден білінеді, мысалы ауру, ашу, қышу сияқты симптомдар болуы мүмкін, болмаса ісініп кетуі мүмкін, қызарып кетуі мүмкін зәр жолдары. Ал біреулерде мысалы жасырын түрде жүруі мүмкін. Яғни клиника жоқ, бірақ ауырмайды өзі, бірақ тасымалдаушы болуы мүмкін. Ауруды жұқтырып жүре беретін адамдар болуы мүмкін. Оның көп жағдайларда біз анықтайтынымыз, көп жағдайда бізге
жаңағы асқынған күйінде келеді, осложненный формасы. Ал асқынбаған түрлері мысалы әр адамда жүруі мүмкін. Әне күні ғана мен 1963 жылы ағамыз келген, шағымы жаңағы жыныс жолдарында әлсіздік байқалды, болмаса жаңағы бала болмай жатыр деп екінші әйел алмақшы болып жатыр екен, сол кісіні тексеріп болатын. Енді біздің ойымызда ештеңе жоқ, жыныстық ауруға тексерген болады. Сөйтсек, ол ағамызда 5 түрлі осы жыныстық инфекция жүр, яғни үрпі жолында анықталдық. Әрине бізде аң-таң қалдық, мысалы әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Әрине бұл кісіні емдеу жүргізіп жатырмыз қазіргі кезде. Бұл енді бір ғана адамда байқалып отыр. Енді бұл ересек кісілерде. Ал жастардың арасында қаншамасында байқалуы мүмкін. Оның негізгі себебі бейберекеттік жыныстық қатынасқа түсу. Яғни жеңіл жүрісті қыздарға жиі бару, мысалы, болмаса жаңағы жалпы общественный жерде өзінің жеке бастық гигиенасын дұрыс сақтамауына байланысты болады. Енді мынау сөз соңында айта кетерім, қандай да болсын инфекция бұл ағза үшін стресс болып табылады. Өйткені ағзаға түскен вируста, инфекцияда өзінің кері әсерін беруі мүмкін. Бір кісілерде жаңағы әйелдер көтере алмай жүреді осы ауруға байланысты. Біреулердің жаңағы мынау ұрық жолдарына түсу арқылы ұрықты өлтіріп тастайды, мысалы. Азоспермия алып келіп жатады, абсурдивті түріне әкеліп жатады. Бір кісілерде мысалы айтатын болсақ, ол тазовый боль, яғни жамбас қуысының үнемі ауру сезімін әкеледі. Бір кісі айтады, осы ауруды жұқтырғаннан бәле болды менде басыма. Қазір жасым уже 40-дан асып барады, бірақ менің жамбас қуысым ауырған кезде ұйқы бермейді. Не себепті болуы мүмкін? Әрине бұл көп жағдайда осы аурулардың, инфекциялардың өзінің зақымдаған органында тыртық қалдыруы мүмкін. Сол тыртық күн мысалы салқындаған кезде ауырады ғой, өзі тыртық болса мысалы шаншуы мүмкін. Сол сияқты өз орнында осы инфекциялар тыртық қалдыруы мүмкін. Соның орны мынау орын толмас ауруларға алып келіп жатады. Әрине достар, денсаулықты күту әр адам үшін парыз деп айтамын. Бізге берген денсаулықты аман есен күтейік. Денсаулықтан асқан артық байлық жоқ бізге. Өйткені денің сау болса, сен барлығына қол жеткізесің. Ал денің сау емес болса, саған бүкіл байлық та қызық емес. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Біздің каналға жазылыңыздар. Егер де өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, астына қалдырыңыздар. Келесі тақырып қозғалатын тақырыптардың да маңызы бізге өте зор. Мынау қабылдау аламын деген кісілерге астына нөмір қалдырамыз. Жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Онлайн қабылдау, офлайн қабылдауды жүргіземіз. Сау саламатта болыңыздар.